Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазір мен сіздермен шексіз кемелі геометриялық прогрессияға берілген қызықты есеп шығаруға тырысам. Енді мынада есеп берілген екен. Тең қабырғалы үшбұрыш берілген дейді. Тең қабырғалы үшбұрыш. Тең қабырғалы үшбұрыш дегеніміз, кейде біз оны дұрыс үшбұрыш дейміз. Осыған бұның ұзындығы 8 дейді. 8 сантиметр. 8 сантиметр. Және оған іштей тағы бір үшбұрыш салынған дейді. Және ол іштей үшбұрыштың төбелері, оған да іштей дұрыс үшбұрыш салынған, және оның төбелері бастапқы үшбұрыштың тура орталары дейді. Оған тағы сол сияқты үшбұрыш іштей салынған, оның төбелері ол ішкі үшбұрыштың ортасында жатыр дейді. Ал оған тағы да үшбұрыш салынған, сөйтіп ол оның орталары болады дейді. Яғни мынадай шарт орындалып жатыр да, міне дұрыс үшбұрышқа іштей дұрыс үшбұрыш салады, оған үшбұрыш, оған үшбұрыш, оған үшбұрыш. Солай кете береді дейді. Және бізге айтады, енді осы үшбұрыштардың ішіне сызылған 8-ші үшбұрыштың периметрін табуды керек дейді. Яғни 8-ші іштей сызылған үшбұрыштың периметрін табу керек. Анықтау керек. Яғни біз периметрдің не екенін білеміз. Периметр дегеніміз үшбұрыштың үш қабырғасы, бұның қабырғасы дұрыс үшбұрыш болғандықтан, А болғандықтан 3А дей салуымызға болады енді. Енді бұл жерде бір нәрсені аңғару керек. Бұл бізде бірінші мүшеміз 8 болып тұр. Екінші мүшеміз оның жартысы болса, мынаның қабырғасы 4 болса, мына 4 болып тұр. Одан кейінгі мүшеміз 12-ке бөлсек 2 болады. Одан кейінгі 4-ші мүшеміз 1 болады. 5-шіміз сөйтіп кете береді енді. Сөйтіп, енді бізге қазір 8-ші емес, 9-ші немесе 100-ші үшбұрыштың периметрін тап десе, біз енді мынау 100-ге дейін В100 деп отырмаймыз ғой, каждайын жазып. Сондықтан біз қазір бұл жерде бір ережені қолданамыз, ол бізде геометриялық прогрессияның n-ші мүшесінің формуласы өзіміз білетін. Q-дің n-1 дәрежесі. Демек бізге 8-ші үшбұрыштың периметрін тап дегендіктен біз 8-ші үшбұрыштың мына несі қабырғасының ұзындығын тауып алуымыз керек болды. Қабырғасының ұзындығы, міне қабырғаның ұзындықтары кеммелі прогрессия құрып жатыр, яғни әрқайсысын 2-ге бөлгенде шығып жатыр. Сол себепті біз мынада 8-шіні табатын болсақ, 8 көбейту 2-ден 1-дің 7 дәрежесі дейміз. Енді 8 дегеніміз ол 2-ның кубы көбейтілген, мынау 1 бөлінген 2-ның 7 дәрежесі, дәреженің ережесін қолданып. Сол кезде бізде 1 бөлінген 2-ның 4 дәрежесі болады, міне. Мен қысқарған кезде 4 қалады. Яғни 8-ші үшбұрыштың, мынау 8-ші үшбұрыштың қабырғасының ұзындығы ғой қысқасы. Яғни 8-ші үшбұрыштың қабырғасының ұзындығы 2-ның 4 дәрежесінен 1, немесе 2-ның 4 дәрежесі 16-тан 1 екен. 16-тан 1. Енді бітті 8-ші үшбұрыштың, бізде 8-ші үшбұрыш бар. Ол үшбұрыштың қабырғалары 16-тан 1, 16-тан 1, 16-тан 1 деген сөз. Яғни осы үшбұрыштың периметрін табу керек. Периметр үшбұрыш ол тең 3 көбейтілген 16-тан 1 дей салуымызға болады. Яғни 16-тан 3. Яғни міне бізге шексіз кеммелі геометриялық прогрессияның көмегі қандай тиіп жатыр. Енді құрметті оқушылар, сіздер дәл осы ережені қолданып, сіздер енді 17-ші үшбұрыштың периметрін табуыңызға болады. Периметрін табуыңызға болады. Немесе 3-ші үшбұрыштың ауданын тап дейікші міне. Біз бүйте салайық. 3-ші үшбұрыштың, қазір мынадай есепті шығарайық. 3-ші үшбұрыштың ауданын табайық. Ауданы. Енді бұл жерде 3-ші үшбұрыштың, міне, мынау 3-ші үшбұрыштың қабырғасы
Үшінші үшбұрышымызда дұрыс үшбұрыш болады. Қабырғалары 2-2-2 деген. Енді ауданын табаған кезде бар болғаны ауданның формуласын қойдыңыз. Дұрыс үшбұрыштың ауданның формуласы былай болады. А квадрат түбірасы 3 бөлінген 4. Енді оны арыға шығаратын болсақ, А-мыз бізде 2, 2-нің квадраты 4, 4 қысқасы ауданымыз түбірасы 3 болады екен. Яғни үшінші үшбұрыштың ауданы. Үшінші үшбұрыштың мынаны қателестіріп көрмеңіз. Мынау үш мүшесінің қосындысы емес, үшінші үшбұрыштың ауданы, аудан. Міне осындай әртүрлі есептер құрастыра беруге болады. Рахмет тыңдағандарыңызға.